Барлығына сәлем. Бүгін біз процентпен, яғни пайызбен есептерді шығарып үйренетін боламыз. Есептерге көшпестен бұрын ең алдымен проценттің не екенін түсініп алайық. Жалпы процент деген ол қандай да болсын санның 100-ден 1 үлесін айтамыз, және де ол мына экранда көрсетіліп тұрған белгімен таңбаланады. Процентті, яғни пайызы есептерді шығару үшін ең алдымен процентті санға айландырып үйренуіміз керек. Процентті санға айландыру үшін оны біз 100-ге бөлеміз. Енді осы айтылған теорияны практика жүзінде қолданып көрейік. Мысалдарды қарастырайық. 25%. Осы пайызбен берілген санды жай санға айландыру үшін біз ең алдымен осы 25-ті 100-ге бөлеміз, және де бізде 0,25 деген сан шығады, немесе 4-тен 1 бөлшек ретінде қолдансақ та болады. Келесі берілген пайыз 20%. 20%-ын санға айландыру үшін оны тура солай 100-ге бөлеміз. Келесі мысалда 10%, ол да дәл солай 10-ды 100%-ға бөлеміз, және 0,1 жай санды аламыз. Біз енді процентті санға айландырып болсақ, енді санды процентке айландырып үйренейік. Ол үшін берілген санның процентін табу үшін ең алдымен процентті жай бөлшекке немесе ондық бөлшекке өрнектеу керек, және сол берілген санды осы бөлшекке көбейту керек. Осыған байланысты мысалды қарастырып көрейік. Мысалы 45 санының 20%-ын табу керек. Бұл жерде ең алдымен біз 20%-ы жай санға, яғни жай бөлшекке айландырып аламыз. Ол 0,2, және осы 45-ті 0,2-ге көбейткен кезде 9 шығады. Бұл есептің жауабы 9. Сабақты қорытындылау мақсатында біз есептерді шығарып көрейік. Бірінші есеп: егер тауардың 70%-ы сатылса, тауардың қанша пайызы қалды? Бұл есепті шығару үшін ең алдымен берілгені барлық тауарды біз 100% деп есептеп аламыз. Ал сатылған тауар есептің шартында көрсетілген 70% тауар сатылды деп. Оны 70% деп жазып алдық. Енді қалғанын табуымыз керек. Бұл есепті шығару үшін біз барлық тауар санынан сатылған тауар санын азайтамыз. 70%-дан 100%-дан 70% азайтамыз, сонда 30%. Жауабы 30% тауар сатылмаған. Келесі есеп: сенбілікке 160 адам шықты. Жолды жөндеуге барлық адамның 60%-ы қатысты. Ал қалғаны ағаш отырғызды. Қанша адам ағаш отырғызды? Бұл есептің берілгеніне келетін болсақ, барлық адам 160. Жолды жөндеуші 60% есептің шартында көрсетілген, және бізге табу керек ағаш отырғызушылар санын. Бұл есептің шешімі ең алдымен біз 160-тың 60%-ын табуымыз керек. Оны табу үшін тақырыптың басында айтып өткендей 60%-ы 100%-ға бөлеміз. Сосын оны 160-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде 96 шығады. 96 бұл бізде жолды жөндеушілер саны. Енді бізге ағаш отырғызушылар санын табу керек. Сол үшін барлық адамнан осы жолды жөндеуші адамдар санын азайтамыз. 160-тан 96-ны азайтқанда 64 шығады. Сонда бізде 64 адам ағаш отырғызды деген сөз.